Ресей копияға толы, қайшылықтары мол алып ел. Бұл мемлекетте естіген сайын таңғалмай қоймайтын оқиғалар жеткілікті. Сақалға салынған салықтан бастап 67 баласы бар отбасыларға дейін. Мұзды көлдерде шомылу дәстүрінен бастап Европа мен Азияны жалғап жатқан орасан зор аумаққа дейін. Ресейдің көлемі де, ерекшелігі де шексіз, орыс халқы өте қонақжай болғанымен аса сенімшіл, ырымшыл келеді. Мәселен, гүлді тек тақ санмен сыйлау дәстүрі бар. Жұп санды гүлді тек қана жерлеу рәсімінде береді. Сондықтан мұндай сыйлықтан ресейліктер бас тартады. Сонымен қатар киімді ішкі жағымен кию бақытсыздықтың белгісі деп санайды. Кейбір сенімдер бойынша жаңа үйге ең бірінші кірген адам сол үйде бірінші болып дүние салады дейді. Сол себепті алдымен үйге мысық кіргізу дәстүрі сақталған. Егер мысық кірмесе, ол үйді мүлде қиратқан жағдайлар болған. Бұдан бөлек олар итті сол қолымен сипауға болмайды деп сенеді. Ал арман орындалсын десеңіз, Петр бірінің ескерткішіндегі етігіне тыйын тастау қажет деген ырым бар. Бүгінгі ақш аумағындағы Аляска бір кездері Ресейге тиесілі болған. 19 ғасырдың ортасына дейін бұл өңір Ресей империясының батыс шекарасы еді. 1867 жылы Ресей Алясканы бар болғаны $7,2 миллион сатып жіберді. Сол кезде бұл сауда Сьюарттың ессіздігі деп аталып, қатты сынға ұшырады. Бірақ кейін ақш үшін ең пайдалы мәмілелердің біріне айналды. Алтын мен минералды қазбалардан түскен табыс алғашқы 50 жылда 100 есе артты. Көрген адамға бейне бір әсем суреттей көрінетін Кича көлі әлемдегі ең қауіпті, ең улы су айдыны. Челябинск облысының оңтүстік батысында орналасқан бұл көл Маяк ядролық кешенінің маңында жатыр. Ғалымдардың айтуынша, ондағы радиация деңгейі Чернобыль апатынан кейінгі көрсеткіштермен тең. Сондықтан, көлге жақындаған адам бірнеше минуттың ішінде өлім қаупіне ұшырайды. Билік оны бетон блоктармен көміп, радиоактивті молаға айналдырған. Ресейдің тағы бір таңғажайып нысаны Сібірдегі Мир алмас шахтасы. Оның тереңдігі 525 метр, ал диаметрі 1,6 шақырым. Кеңес дәуірінде бұл шахта жылына 10 миллион каратқа дейін алмаз өндірген. Оның 20% асыл тастар болған. Шахтаның орасан көлемін көргенде, айналасындағы қалашықтар ұсақ нүктедей болып қалады. Мир алмас шахтасы жер бетіндегі ең үлкен ойықтардың бірі. Бұл терең шахта сондай күшті ауа тарту күшімен белгілі. Тіпті тікұшақтарды да өзіне тартып ала алады. Мир шахтасын ғарыштан да көруге болады. Ресей табиғи газ қоры жағынан әлемде бірінші орында. Энергия көзін экспорттау үшін елде ұзындығы 259.999 шақырымға созылған мұнай және газ құбырлары салынған. Ал жер шарының экватор бойынша ұзындығы бар болғаны 40.075 шақырым. Демек, Ресейдің құбыр желісі планетаны 6 рет айналып өтуге жетеді. Бүгінгі таңда әлемде шамамен 200.000 қоңыр аю бар. Оның ішінде ең көп саны Ресейде 120.000-нан асады. Салыстыра кетсек, ақш-та шамамен 32.500, ал Канадада 20.750 ғана қоңыр аю бар. Яғни, Ресейдегі қоңыр аюлардың саны кез келген басқа мемлекеттен әлдеқайда көп. RBT деректеріне сүйенсек, Камчаткадағы мемлекеттік қорықта аюлардың ең жоғары тығыздығы тіркелген. Салыстырмалы түрде шағын аумақта шамамен 2000 аю мекендейді. Дегенмен, Ресейге барып қоңыр аюды көрсеңіз, абай болыңыз. Олар
аса қауіпті. Достық пейіл танытқандай көрінгенімен, кез келген сәтте шабуыл жасауы мүмкін. Ресей жер көлемі бойынша әлемдегі ең үлкен ел. Оның аумағы 17 миллион шаршы шақырымды құрайды. Бұл жер шары құрлығының 1/8-ден 1 бөлігін алып жатыр. Мұнда 145 миллионнан астам халық тұрады. Елдің аумағының кеңдігі соншалық, Ресейде 11 уақыт белдеуі бар. Бұл экономикалық және әлеуметтік өмірге айтарлықтай әсер етеді. Сонымен қатар, Ресейдің көлемі тіпті Сатурнның қатты ядросынан да үлкен. 12 сәуір 1961 жылы кеңестік ұшқыш әрі ғарышкер Юрий Гагарин тарихта тұңғыш рет ғарышқа сапар шекті. Ол Восток бірінші кемесінде 108 минут бойы ғарышта болып, кейін Қазақстан жеріне қонды. Бұл оқиға КСРО-ның ғарыш бағдарламасындағы үлкен жеңіс болды. Гагарин бір сәтте әлемдік даңққа ие болып, ұлттық батырға айналды. Газеттер оның өмір баянын жарыса жазып, ғарыш сапары жайлы егжей-кегжейлі ақпарат таратты. Ресейліктер бұл жетістікке әлі күнге дейін мақтанады. Елдің көптеген шағын қалаларында ғарыш мұражайлары бар, ал көшелердің бір бөлігі Гагариннің атымен аталады. Бүгінде Ресей аэрокосмос саласында жетекші елдердің бірі саналады. Айта кетерлігі, халықаралық ғарыш станциясында ресми тіл ретінде ағылшынмен бірге орыс тілі де қолданылады. Ресейде ерлер мен әйелдер саны арасында айқын теңсіздік бар. Әйелдердің саны ерлерден шамамен 11 миллионға көт. 2019 жылғы дерекке сәйкес әрбір 1000 ер адамға 154 әйелден келген. 2021 жылы бұл көрсеткіш 100 ер адамға шаққанда 121 әйел болған. Мұндай айырмашылық ең алдымен ер адамдар арасындағы өлім жітімнің жоғары болуымен байланысты. Орташа есеппен ресейлік ерлердің өмір сүру ұзақтығы 63 жылды, ал әйелдердің жасы 75 жылды құрайды. Яғни әйелдер шамамен 12 жыл ұзақ өмір сүреді. 60 жастан асқан топта әрбір ер адамға 2 әйелден келеді. Бұған қоса 2022 жылы жұмыс күшінің шамамен 10% елден кеткен. Олардың көпшілігі жас ер адамдар болған. Бұл факторда дисбалансты тереңдете түсті. Орыстардың тағы бір ерекше дәстүрі мұзды суға шомылу. Әсіресе қаңтардағы шоқыну мерекесінде адамдар мұз ойып суға түседі. Бұл денені шынықтырады, рухты күшейтеді деп есептеледі. Бұл дәстүр шетелдіктерге қорқынышты болып көрінуі мүмкін, бірақ Ресейде ол қалыпты жағдай. Жыл сайын 19 қаңтарда орыстар ерекше мереке атап өтеді. Мұз ойыққа шомылу күні. Мыңдаған адам суық суға сүңгіп, бұл жанды тазартып, жыл бойы мықты денсаулық сыйлайды деп сенеді. Кейбіреулер үшін бұл діни сенім, ал басқалар үшін өз-өзін сынаудың тәсілі. Өйткені қыста өзен көлдер қалың мұзбен жабылады. Билік арнайы ойықтар жасап, құтқарушылардың бақылауымен адамдардың мұзды суға түсуіне жағдай жасайды. Статистикаға сүйенсек, бір орташа ресейлік жылына 18 литрден астам алкоголь тұтынады. Әсіресе олардың ең сүйікті сусыны арақ. Тіпті арақ сөзі орыс тіліндегі су сөзінен шыққан. Сондықтан Ресейді атағанда көбіне арақпен байланыстырылатыны да содан. Ресейде халықтың 25% 55 жасқа дейін өмірден өтеді. Бұл көрсеткіштің басты себебі алкогольге тәуелділік.
Салыстырмалы түрде айтар болсақ, ақшта алкогольмен байланысты өлім-жітім бар болғаны 1% құрайды. Орташа ресейлік жылына 18 литрден астам алкоголь тұтынады. Тіпті кей кездері мұғалімдерге жалақыны арақпен төлеген жағдайлар болған. Бұл орташа көрсеткіш. Кейбіреулер аз ішсе, енді біреулері әлде қайда көп тұтынады. Мұндай көлем дәрігерлер ұсынған қауіпсіз мөлшерден 2 есе артық. Ресейліктер тек арақ қана емес, сыра ішуді де ұнатады. Қызығы, 2013 жылға дейін ресейліктер сыраны алкогольді сусынға қоспаған. Жыл сайын елде 5000-нан астам адам, алкогольнан астам адам алкогольге байланысты аурулардан көз жұмады. Әлемге Ресейдің символы ретінде танылған матрешка қуыршағы алғаш 19 ғасырдың соңында жасалған. Бірақ идеясы Жапониядан келген. Онда дарума атты ішіне кішігірім қуыршақтар салынатын ойыншық болған. Орыс суретшісі Сергей Малютин осы үлгіні жетілдіріп, алғашқы матрешканы ойлап тапқан. Ресейде ресми түрде 35 тіл қолданылса, барлығы 270-ке жуық тіл мен диалект бар. Кейбір тілдер жойылып барады. Мысалы, Көл түбегінде бар болғаны 2 адам ғана сөйлейтін тіл бар. Әлем рекорды. Көп балалы ана 18 ғасырда Шуя губерниясынан шыққан Валентина Васильева атты шаруа әйелі өмір бойы 69 бала туған. 16 рет егіз, 7 рет үшем, 4 рет төртем. Оның күйеуі Федор Васильев кейін екінші әйелінен тағы 18 бала сүйген. Барлығы 87 ұрпақ, соның 82-сі аман қалған. Ресей қайшылықтарға толы, ерекше дәстүрлері мен таңғаларлық деректері бар алып мемлекет. Оның тарихы да, табиғаты да, халқының өмір салты да әр қашан қызықтырып, жаңа ашылуларға жетелейді. Егер бұл деректер саған ұнаса, міндетті түрде пікір қалдыр. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Арнамызға жазылып қолдау білдір. Лайк басып, пікір қалдырсаң, біз үшін үлкен мотивация. Ең қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қой.